Барлықтарыңызға сәлем, бүгін Альбертон жайлы видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге Хэллоуинский обновлениеға обзор көрсететін боламын. Видео басылмай тұрып сіздерге лайк басып комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Өйткені біздің цель 100 подписчик, және каналға подписаться етуді ұмытпаңыздар, ал біз ертерек бастайық. Әр вокзалда осындай квест тұрады, рыцарь тіме деген бір адам тұрады. Осыған келіп біз отменить деген кнопканы басамыз, және картада бізде GPS активироваться етеді. Енді мен қазір скутер алып осы GPS пен жаңағыдай жерге барамын. Достар, мен бұл квестті бірінші рет өтейін деп жатырмын, поэтому көп нәрсені білмеуім мүмкін. Көзді ашып жұмғанша біз осы замаққа келдік. Бұл бізде локация, осы квесттің локациясы болып табылады. Осы жерде бүкіл жаңағыдай квестовая линия өтетін болады. Және де бұл жақтың звугы біртүрлі екен. Мақұл, енді көп сөз біз енді мынау нақты замақтың алдында тұрған стражға келіп задание алайық. Үйсі бізге әртүрлі нәрселердің бәрін түсіндіреді, және де біз қазір уже замақтың ішіне кіретін боламыз. Бізде қазір енді знахар деген бір квестті табу керек. Осындай квестовый адам. Міне осы адам GPS-те бүкіл квестовый адамдардың бәрі көрсетіліп тұрады. Енді бізге жаңағыдай замақтың сыртындағы сары поляға барып, мына жерде жаңағыдай голубика, звездоцвет, лунная трава и фиолетовый жнец дегенді табу керек. Мынау төбедегі картаға қарасаңыздар, көрдіңіздер ма, жаңағыдай кладоискатель сияқты осындай сары метка тұрады. Осы жаққа барасыздар, және сол жаңағы гүлдердің бәрін іздейтін боласыздар. Міне бірінші звездоцветті таптық, өсіп келемізді взаимодействовать дегенді басамыз. Міне келесі лунная трава, осында аламыз. Көп уақыт өтпей тағы да бір лунная travaны таптық. Міне тағы да голубика бізде. Звездоцвет бізге тоже керек. Тағы бір голубика, міне. Тура талдың астында міне звездоцветте тұр. Голубика тура поляның ортасында тұр екен, оны да аламыз. Енді бізге тек қана фиолетовый жнец қана қалды. Міне тура тастың артында фиолетовый жнец. Ол тек қана біреу картада. Знахарьға қайттан келемізді, және де осы гүлдердің бәрін осыны тапсырамыз. Және де бізге осындай бір рецепт береді. Міне тағы да бізде басталды. Лунная трава екеу, үшеу, либо вообще қосыла ма, қосылмай ма, соның бәрін мыняқта іздейміз. Екінші зельяның бізде рецептін береді. Оны да тура өйстіп істейтін болғамыз. Бізге бірінші зельяны өзің іш, және де екінші зельяны біреуге апарып бер дейді. Зельяны өзімізден бірге алып, мынау жаңағыдай замоктың ішінде библиотекаға баратын боламыз. Мистер Цитадели бізге тағы да бір задание береді. Оған бір керек кітаптарды тауып беруіміз керек. Және біз квесттің бірінші главасын бітірдік, және бізге 5000 рублей беретін болады. Біз квестті до конца өтеміз деп продолжить дегенді басатын боламыз. Мен мына жерде папка с книгами, осыған келеміз. Жаңағыдай осмотреть деген басамыз, и осы жерде бізде керек заттарды іздейтін боламыз. Бәрін іздеп болған кейін поднять книгу с карты деген аламыз, және де өсіп еңкейемізді, и жаңағыдай мистер Цикаделиға барамыз. Бұл персонаж Ветра зимы сериалындағы актер. Енді кетіп библиотекадан шығамыз. Және де осы жердегі біз клавишаға келіп, жаңағыда мистер Цитаделимен сөйлесетін боламыз. Осы жерге осмотреть дерево деп келемізді, және де артымыздан тура Аннабель шығады. Және де квесттің осы жерін орындаған үшін бізге 7000 рублей береді. Аннабель бізді замақтың сыртындағы дровосекке келіп, өзінің әкесіне көмектесші деп айтады. Біз оған сеніп неқа келеміз. Осы жерден осындай квесттерін орындаймыз. Неқта жаңағыдай ағаштарды кесетін боламыз. Бірінші ағашты кестік, енді келесісіне барамыз. Екінші ағаш тағы да кесті, енді үшіншісі ғана қалды. Ол ағашты кесіп болған кейін бізді Аннабель және де өзінің әкесімен бізді күтіп отырады. Ол бізге рахметін айтып, бізге амулет береді. И тура осы жерде мені ойынан шығарып жібереді. Біз өзіміздің бананымызды алып, және де жаңағы жерге қайттан барамыз. Стражға келіп, жаңағы квестті қайттан аламыз. Бізге нәтижелі тыкваларды статуяға қарай қарату керек. Осы жерде біз нақты загадкаларды гадать ететін боламыз. Ответтерін сіз қазір экраннан көресіңдер. Осы жерге біз шелчок деген сөзді жазатын боламыз. Статуя бізді порталға қарата бар деп айтады. Біз енді квесттің соң жағындамыз. Порталға кірген кейін біз подземный бір жерден шығамыз. Осы квестті орындаған үшін бізге 7000 рублей берді. Бізге осы жерде бір камень керек екен. GPS-пен барып, міне осында бір жерден табыламыз. Бірақ лаваға бізге түспеу керек, өйткені біздің жанымыз кететін болады. Мынаяқтан бізде паркур болады. Осы жерден секіріп, сосын барып ана жердегі жылжымалы тасқа секіремізді, и және мына жақтағы шетке секіреміз.
және де өйстіп мына төбеге қарата шығамыз. Шығып болғаннан кейін мына жерде лестница құсап былай не жаққа шығамыз. И сосын барып соңғы мына жаққа асыламыз да шығамыз. Тура осы жерде төбеде сундук тұрады. Көбісі байқауы мүмкін, так что осы жерден табасыздар. Мына жерден тура андай автовагончик жұмысындағы сияқты осы жерді взломать етеміз. Сондықтан сәл ары қарай жүріп мына көпірден өтесіздер. Көпірден өткеннен кейін тура өйстіп түзу до конца жүресіздер. Мынау құйылып жатқан лаваның астында тағы да осындай жер бар. Осы жаққа шығамыз да және тағы да до конца түзу жүреміз. До конца түзу жүргеннен кейін осындай тасты табасыздар және де тура өйстіп өздеріңіздің үстелеріңізде өйстіп тұрады. Бұны алып енді біз қайтадан ағашқа баруымыз керек. Кірген жерімізге қайтадан барамыз, осы қызыл меткаға қарата келеміз және де бізді обратно ағаштың алдынан шығарады. Осы жерге келеміз және де установить деген басымызды, и біздің ағаштың бір бөлігі осындай жаңағыдай біртүрлі анимациямен светиться деп тұрады. Атаға қайтадан келеміз де поговорить с магом дейміз де және де осы бөлім үшін бізге 10 000 рублей берді. Маг бізге тағы да бір тасты алып келу керек деді және де осы қызыл меткаға келіп тағы да бір подземельеға кіретін боламыз. Бірақ мұнда тастың орнына какой-то бір заложник тұр. Мына жерде біз тайзерді аламыз және де біреуді өлтіру керек бізге. Аралап жүріп осына бір лестницаны табасыздар және де осы ведьмаларға сіздер атасыздар. Осы ведьманы біз жаңағы обыскать еткеннен кейін ештеңе таппаймыз, сондықтан екіншісін ату керек. Осы ведьманы іздейміз де және де кілтті табамыз. Және де сол кілтті қазір біз заложникке апаруымыз керек. Және де ол бізге рахмет айтып бізге тасты береді. Сол тасты біз осы жерге апаруымыз керек. Тасты қойғаннан кейін біздің екінші бөлігі тура өйстіп жаңатын болады. Және де біз қайтадан жаңағыдай атаға бару керек. Атаға барып жаңағы тас үшін біз қайтадан 10 000 аламыз. Бізге тағы да бір каменді алу керек. Сондықтан соны қазір іздеуге барамыз. Ол сандық өте тез табылады, сондықтан сіздер легко таба аласыздар. Ол тура входтың алдында тұрады. Сондықтан кілтті алғаннан кейін біз мына жақта төбедегі тағы да бір каменге барып осыны аламыз. Ведьмадан қорықпаңыздар, олар сізге дым істей алмайды. Оны ашу үшін осында бір мини игра болады. Осы тура жасыл кезінде кнопканы басып және де өйстіп жаңағыдай бізге магическийді аламыз. Қашып баратқан кезде біздің алдымыздан всадник шығып, ол біздің жаңағыдай чувствительностьімізді блокировать етеді және де бізге оны атып тастау керек. Дәл осы жерде маған автомат берілмей қалды да және де баг болып, администратор маған перезайдите деді және де біз қазір перезаходить етеміз. Жаңағы сундуктың бәрін ашып бәрін болғаннан кейін қайтадан выходқа қарата барамыз да всадникпен кездесеміз. Енді ғана маған оружие беріліп, енді соған атамыз. Міне соңғы осы жаңағыдай каменді апарып болды. Енді бізде полностью осы ағаш осындай цветте болды. Енді біз осы квест үшін тағы да 10 000 аламыз. Сонда 3 каменді алып келген үшін біз 30 000 алдық. Бізге осы ата рахмет айтады және тура осы жерде бізге всадник келеді. Енді бізге чаттан бір заклинанияны жазу керек. Деревус силиус раскритус деген сөзді чатқа жазу керек. Достар, өкінішке орай жаңағыдай тағы всадникпен бір квест орындалмай қалды. Но конец истории енді полностью біз сюжетті өттік және де бізге аксессуар рюкзак хэллоуинские ночи береді және де 50 000 рублей қосып береді. Сонымен біз 100 000 рублей бір квесттің ішінен таптық. Қазір сіздерге мен аксессуарды обзор істейтін боламын. Міне ол тура біздің инвентарьда пайда болды және де осыны қазір мен сіз настроить етіп сіздерге көрсетемін. Осында әдемі бізде рюкзак шықты. Жаңағыдай ішінде сағаты бар ма, сондай бір нәрсе точно прям көре алмадым, бірақ өте күшті аксессуар екен. Прям на память болады. Және мына жерде төбеде бізде кладбище бар, осы жаққа да келуге болады. Достар, ал сіздермен болған мен Альберт Йонг. Осы квестті өтіп көптеген ақша табыңыздар. Сіздермен болған мен Альберт Йонг, и бәріңе сау.